Ой пырмай, сұмдығай, онсыз да сорлап отырған кемпірді әбден сорлатты ғой бұл құдай, деп почта таситын ақсақ Шалдыбай шүйкедей қара кемпірі Сәнімге тақала отырды. Өңінде абыржу бар. Не боп қалды тағды? Сен шалақ жұртты шошытып біттің осы. Пошташы емес сор болдың ғой түге. Қазір емес пе сырттан кіргенің? Ай, осы сенің менде не ақың бар? Күллі сол азаматтарды мен өлтіріп жатқандай. Жазығым қағаз тасып қызмет жасағаным ба? Арыстай азаматтарды оқ қайдап салғанда сол пәшіз. Міне тек осы ауылдың өзінен мына Жарқынмен 13-ші қара қағаз. Не дейді мына бәле? Жарқынды өлтірдің бе? Ойбай, бәліш тағы сорлап қалған екен ғой. Қайнысынан қара қағаз келгеніне бүгін 4-ші күн емес пе еді? Бұл құдай Жарқынды да алған ба? О, сұм соғыс, қарғыс атсын сені, қарғыс атқыр. 13 бозақтың қаны өзіңді де алысқа жатпас. Енді не бетіміз айтамыз бәлішке? Жалғыз ұлын шалмаған екен ғой қара жер. О, қу тағдыр, онан да бәлішті алсайшы. 4 жыл отасса да келін таңсық бала көтермеп еді. Міне енді қайнар тұқымы осымен құрый дегенге кім сенер? Оттамай отырсай шайсен кемпір. Тұқымы не құрайды оның? Бәліштің қайнағасынан қалған қыз бар емес пе? Қызы не, баласы не, әйтеуір адам ғой. Ой, қушнақ шал. Қыз жат жұртқа жаратылған, еңбек ертең ақ кетпей ме? Қайнардың босағасын ұстайтын еркек кімдікке не жетсін? Ай, ақымақ кемпір. Ақымақтан бай мына хабарды қалай есіртеміз? Онан да соны ақылдасайық. Кешке жұрт орынға отыра Байсар екеуің есіртіңдер. Тек абай болыңдар. Таңсықтың аяғы ауыр деп естіп едім. Сен тағы не оттап отырсың? Аяғы ауыр нес? Жарқын кеткелі биыл 3-ші жыл емес пе? Болсашы, әлгі шолақ қол басқарма мен ыбай-сыбай деп ел айтты ғой. Қу құдай Жарқынмен 4 жыл отасқанда бермеп еді баланы. Енді қараш, көзге күйік қып. Ой, жарықтығай, бәліш байғұс күйікті көтере алмай өліп кетпесе не қылсын? Бар енді Байсарыға бар. Жалғызым-ай, ең болмаса төпіраңды сүйе алмадым ау. О, қу соғыс, қу құдай, неңді алып едім. Мұншама маған қадалғандай не істеп едім саған? Жалғызымды алғанша мен алсайшы, ойбай, енді не қылайын? Сабыр қарағым, сабыр. Сабырлы жетер мұратқа деген емес пе бабаларымыз? Ақылға кел, көз жасыңды көл қылма. Біз де отырмыз ғой 3 бірдей боздақтан айырылып. Өлгеннің артынан өлмек жоқ. Қайрат ет, қарағым. Сабыр ет, деді төрде отырған Байсары пеш түбінде еңіреп отырған бәлішке қарап. Жарқын майданға аттанғаннан кейін 2 жылға жуық Таңсық колхозда есепші болып жұмыс істеді. Үйге келгенде енесі бәрін әзірлеп қоятын. Жалғыз сиырдан бәліш көл-көсір тамақ жасайтын. Құрт, ірімшік, май, әйтеуір жаз бойы жинағаны қысқа жетіп, қыстан да тарықпай шығатын. Колхоздан еңбек күнге алынған аз ғана тарыны көже істейді. Ақталқан етіп түйіп, өз аузына салмаса да жұмыстан келген келіннің алдына тосады бәліш. Осылай тату тәтті тұрып, майдандағы азаматтың тілегін тілеп жүрген Таңсық қыстан бері енесіне салқын тарта бастап еді. Оның да өзіндік себебі бар. Майданнан бір қолынан айырылып келген бөлтек шала сауатты болса да, осы Ақтан колхозында басқарма болып сайланғалы жылға жуықтаған еді. Жасы 40-тарға келсе де бойдақ, тіпті үйленбеген деседі жұрт. Бірақ қолынан қызмет келетін азамат болса керек. Ол басқарма болып тұрғалы Ақтан колхозының жұлдызы оңынан туып, шаруашылығы көтеріле бастаған. Қаңтардың сықырлаған аясында колхоз есепшісі Таңсықты қасына алып, бөлтек 60-70 шақырым жердегі ауданға ат шанамен жортып кеткен. Жұмыстары жылдық есепті қорытындылау және еңбек майданында үлгілі еңбек етіп жүрген бөлтек Шанқұловтың аудандық партия комитетінің бюросы тыңдамақ екен. Таңертең ауылдан аттанған екеуі Жолшыбай аз ғана ат шалдырып, іңірде аудан орталығына жетті. Ешқайда мойын бұрмастан бөлтек өз туысы Жәнібектің үйіне тура ат басын тіреді. Жәнібек үйінде жоқ екен. Осыдан 2 ай бұрын сауда мекемесінің бастығы болған ол колхоздарға уәкілдікке кетіпті. Сыбызғыдай сызылған ақ келіншек жайдары жүзбен қарсы алды қонақтарды. Қайным-ау,
Аман есен жүрмісің, құсың құтты болсын, деді ол әзілдеген боп. Ол өзінің отағасынан 19 жас кіші болатын. Соғыс мезгілінде оның айыбы жоқ дейтін ол сырластары мен мұңдастарына. Еркек кіндіктілер аз, ал ірі жұмыста қымбаттылары бірен-саран қолға оңайлықпен түсе бермейді. Бөлтек пен Таңсықты қонақ қабылдайтын үлкен бөлмесіне кіргізді. Бөлме іші кең, жарық, еденге төселген де, қабырғаға ұсталған да кілем, әйтеуір айнала қып-қызыл, жасыл, қызыл, қарасаң көз жауын алады. Жай үстінде үй иесінің жағында тыным болмады. Бала көтермейтін бедеулігінде мақтанышпен айтып өтті. Біреулер бала дейді де жүреді осы. Не керек сол бала? Тек аяғы оралғы болғаны болмаса. 30 баладан шалым депті ғой деп үлкендер күлген сияқты болды. Таңсықтың аппақ жүзі қызарған жоқ. Әлде бір мұңның белгісін білдіргендей қайта күңгірттеніп кетті. Бөлтекте үн жоқ. Анда-санда ыржиып күледі де жолдасына ұрланып көз тастайды. Шырағым алып таста, бұл да бөтенің ең емес. Ал кәне тартып жіберек деп аппақ жеңгей Таңсыққа шарапты зорлап ішкізді. Шай үстінде де, ет келгенде де шарап көп ішілді. Өлең айтылды. Ақ келіншектің аты да қызық екен, аппақ. Жатарда тысқа шыққан Таңсықтың жүрегі көтеріліп басы айналды. Бөлтек қолтықтап ішке кірген соң, ақ матамен жабылған екі төсектің қатар салынып тұрғанын көрді. Бұл несі деп іштей таңырқағанмен қарсылығын сыртқа шығара алмады. Міне сол күннен бастап Таңсық Бөлтектің жұмсақ жұдырығында ашсала қанында болды. Жазғы тұрым есепшілікті тастаған Таңсық колхоз басқармасының орынбасары болып тағайындалды да атқа мініп үй көрмей кетті. Мұның бәрін Бәліш 5 саусағындай білсе де, ешкімге сездірмей іштей тынды. Жарқынның қазасын есірткенде де Таңсық үйде жоқ еді. Келіні кіріп келіп құшақтап сыңсығанда Бәліш жылаған жоқ. Қайтейін шырағым, тағдыр солай жазғанды деп қойды. Өзінің кешірілместей жаза басқан енді ғана түсінді ме, Таңсық 2 күнде үйден шықпай жылап жүрді. Аппақ нұрдай жүзі секпілденіп, іші өсіп қалыпты. Бұрынғы жайнап тұратын мөлдір қара көзі қазірде үлкен өкініштің ізін білдіргендей. Апа, белім сынып барады, деді іңірде пеш түбінде бүрісіп жатқан Таңсық. Қарағым-ай, толғақ болар, Алла сәтін беріп ұл тусаң бауырыма басам, жарқынымның ізбасары болады. Қыз тусаң қойныма саламын, қарағымның қарындасы болады, деді Бәліш. Апай, айтқаның болсын. О, тәңірім, оң толғағын бере көр. Сәлден кейін шыр еткен бала даусы шықты. Ер бала, деді Бәліш ішінен сыбырлап. О, жасаған, бердің бе тілегімді, жалғызымның ізбасары, ендігі қызығым сенсің. Шырылдап жатқан шарананы Бәліш кемпір етегіне орап алды. Етегінде тыпырлаған сәби мен ана жүрегі бірге тулап кетті.